Yirmi dokuzunda kalmadım. Azal öldükten 17'sini oturup yerimizdekin endi axir endi jurnalist bo'lsang shirag'im endi. Nereden? Men mana Aqshabay namozbay degan İlahi biziyadan da kaynatayım ama kalfahım وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يضره ولا يزيد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب اللهم اغفر لي والجميع والناس ومن جرد وحده Peygamberimize salatu olsun o kuddus Peygamberimize Allah Süresinde? Çekici o videoyu. Биылғы жылғыны қайдам енді. Былтырғы жылы қанша қымбат болса да егін 7 теңгеден ұнның бағасы бір мешок 50 кило ұн Ақтоған 650 теңгеден береміз. Елге. Ал енді мына малдар жаңа берілетін айлыққа берілетін қой нелеріміз, олардың бағасы 2,5 мың 3 мың теңгеден. Енді ал енді мына бракованный дейді ғой, оларды 500 теңге 1000 теңгесіне жаңа тоқты солардан қозыларынан бөліп береміз. Малдың басқаны Малдың басы, мал бізде қазір қой бар. Оның ішінде 265 басы. Биыл сол аналық бастан 248 әр жүзіне шаққанда 92-ден айланы қозыдан алдық. Сиыр малы жалпы саны 25. Жылқы 16 бас. Ал енді одан басқа да бізде құстар бар жаңағы 360 бас тауық құстар. Енді сол 97 жылы құрылғаннан бастап мал басы қанша өсті. Сол жағын айтып кетсеңіз, алдағы уақытта қалай болады бұл мәселе? Бұл салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, 1997 жыл мен 2001 жыл дәл қазір уақытта бұл техника саны, мал саны да басқа барлық жағынан да біз жоғарыландық. Ол кезде алғашқы кезімізде бізде основной средства дейді ғой, негізгі қор. Негізгі қорымыз 4 миллионнан асатын болса, қазір біздің негізгі қорымыз 9 миллионға жетті. Ол Ақыртөбе аймағында біз осы өзіміз секілді серіктестер, шаруа қожалықтары бір 10-нан аса солармен жұмыс жасаймыз. Бұлардың бәріне біз техникалық, астықпен, тұқыммен жәрдемдесеміз. Ал енді мына су ағатын канал жөнін қайдан алдыңыздар? Бұл мынау 4,5 километр деп айтып жатырмыз ғой, жаңа лоток жүргізді шыққан мынау жаңағы осы жерде бір әпсамат деген кісі бар. Сол бізді бастауын, сол қалай тасу керектігін, қалай жұмыс жасау керектігін, соны ісінің өзінің жаңа білімі қалай іскерлігінің арқасында соны бізге көрсете білді, соны ары қарай жалғастырдық. Оны істейтін жатын көтергіш подъемник алып К700 тракторының артына бекітілетін жаңа сондай істеп, оны қалай тасу керек, транспортировканы қалай жасау керектігін барлығын келіп әйтеуір осы ауылда жарық бас инженеріміз бар, Ережепбаев Әділбек, механизаторларымыз бар әнерде, Шабатаев, Жадыраев деген сынды механизаторлар жастары болса да, солардың іскерлігінің арқасында, солардың жұмыстың көзін тауып қаның арқасында тасылды. Ал енді бұл өте қыруар күш кетті бұған енді.
еңбек ақысы болсын, істелінген жұмысқа кеткен қаражат болсын, ол енді бірақ бұл негізгі мәселе бұл ауылды сумен қамсыздану, ауылды көгалдандыру. Бірінші ең мәселе біз байлығымыз сол ма деп ойлаймын енді. Дұрыс, тағы не айтасыз? Ал енді 2000 жылдары, 99 жылдары мынау аудан тарапында болсын, әйтеуір біз мынау қалай дейді жаңағы қарттар үйіне көмектесу туралы бізде оған ауданнан сұрасаңыздар да біледі жаңағы Секеев мырзаға. Ал енді соған да бір 500 кило ұн бердік біз мысалы. Ал енді ауылда мынау біреу өлім жетім болса соған ұнымызды береміз, қойымызды береміз, әйтеуір соған аз да болса жәрдеміміз болып жатыр енді. Енді Құда қаласа ол енді мынау бірлік бар жерде тірлік бар дейді ғой. Өзіңіз де білесіз енді. Бірлік болған жерде тірлік те болады. Жұмысымыз ары қарай жүре берсе, біз одан қашпаймыз ғой. Жақсы. Сағын сөзім болды құл ғой, ай. Болды енді қой. Жақсы болды. Осман әке. Бұлай шықса шықтық оған. Егер астық болатын болса, бәрі болады. Биыл егін көзінің бәрі жетіп отыр уже. Мына егін көлемі үлкейген сайын бәрі жұмыспен қамтылып отыр. Ол енді қысы жазы жұмыс болатынына көз жетейін деп отыр. Қазір не? Қазір көз бастайды. Bas iyice bir şöpten yüz tasmadır diye gördünüz mü? Bazı boğan adamlar boğan sayıyor. Berip atқан нұсқаулары жаман емес. Кем қарыздар болсын, инвалидтер болсын, я болмаса жаңағы бар адамдарға енді оның бәрі бірдей кемшілік жоя қоймайды ғой, жаңағы өзіңіз бағана бір айтып қалдыңыз, нашарлау да бар екен деп. Болады ғой енді. Ал енді оның ішінде не дейін айтамыз Нұрсұлтанның мына 10 жылдық мерекесін мерекелеуге отырмыз. Құдай осыны Назарбаевқа. Осылай деймін қайын. Дұрыс, ал енді бізде сол қиыншылық өтті, бастан сондай болды, мұндай болды. Содан кейін енді қазір оның барлығы ұмыт болды. Алдағы уақытта ондай қиыншылық болмасын. Құдай онда жақсылығынан сүйінсін. Осы анда Құда қаласа Назарбаевымыз құтты болсын. Балам да 4 жастан сотталып келгеннен кейін кемпір ағам. Сол кемпірімнен 4 бала 2 қыз бар. Ең үлкен балам бәрі Құданың құдіреті өзім болсын деп ашығарып, өзім кәртейіп келгендегі көрген балам. Бұл Нұрғали, бұның атын Нұрғали болсын. Әлпемен сияқты, бұл сияқты кемпірмен екеумізге бергенде. Ғана балаңыз естіп көретін болды ғой. Ең жоқ көргенмен, кәшенің жоқ көргенмен. Қанша немереңіз бар? Немерем өзі қанша болып кетті? 9. Өшеде қолымдағы немерелерім жаңағы. Жаңағы 4-ін қой. Ана аяқтағы 2 қызымнан 1-2 бар. Шөбересі? Шөбере жоқ қой қазір. Шөбере бар. Бұрынға күмістің бар ғой енді, білмейін есебін қанша екенін. Ал енді, ата мынау, біз сізбенен әңгімелесіп отырмыз ғой. Мынау өткенді кішкене еске алайық. Мына қалай халық жауатадыңыз, қай жерде қандай жұмыстар істедіңіз? Қай жылдары? Ойбай, мен істегенде баяғы қасыншы? 28 ба 29 ба? Жоқ, онда қамалдым ғой 29-ында. 39 ба 37? Жылдарını aytыңыз. Қай жерде болдыңыз? Халық жауы болып сотталған? Осы 3 ауылда істедім.
Men en alғашында Түркістан Сібір жолында болдым, істедім. Онда 1-2 жыл істедім. Онда баяғы әлгі темір жолды біздің Түркістаннан бастап, аяғы сол осы шоқпарды талқандап, онда оның бастығы, ауыл институтының бастығы Күйіш деген кісі екен. Күйіштің баяғы заместителі Рысқұлов тұрар екен. Сол кісі бастап, осында Өгібайдан бастап істеді өзі. Бұлақ деген жерде ар жағы Сібірден дейді, бер жағы бұяқ шоқпарды талқандап, сол жақтан барып, Сібірде қосып, тойды сөйлеуге тараттық қой. Бұл қай жылы? Бұл жаңағы қайды ояғды, есімі шайында қойды. Иә, сол. Сонда енді не айтамыз енді Қиыншылықты көп, оның барлығы ұмыт болды. Иә, қиыншылықты көп көрдік қой. Басымызда қиыншылық. Біз көрмеген қиыншылықты пәнде көрмес. Жаңа бір жаман ағашақпанан қамалдық, ұсталдық. Сол жаман атағымыз әбден қиын болды ғой бізге. Тағылар Құдайдың жақсылығы әйтеуір сақтап, өлмеген құлға әйтеуір әзіз. Сол жаңағы барған жерлерімізде сол дуалдар жағынан жәрдем болды. Жаңағы дуалдар арықтап бірәссақ, өте азып бірәссақ, солар жаңағы колония. Олардан көп көмегін көрдік. Содан енді аман есен ауылға көрмеген азаттарды, олар енді ондайды көрсетпесін бізге. Ондай қиыншылықтарды. Олар кездеспесін. Олар енді аман қылсын дейді, енді отырмыз ғой. Рахмет ата. Демалыңыз рахмет енді. Енді мына бауырыңызды сөйлетейік кішкене. Бауырым бұлай, аты жөніңізді айтып кетіңіз алдымен енді. Аты жөнім, әкемнің аты Қарақұл, өзімнің атым Базатбек. Мына ағайдың бере інісі боламын, Дүйсенғали ағайдың. Ал енді бұл кісінің несін мен естігенім бойынша, білгенім бойынша айтатын болсам, бұл кісі 7 жасында әкеден де шешеден де жетім қалды. Менің әкемнің қолында өскен. Ау, қызыл жаққа қарап. Мына қызға қарап айтсын. Иә. 7 жасында әкеден де шешеден де жетіп. Содан менің әкемнің қолында өсті. Содан әжетке жарағаннан кейін, оның арасында жаңағы патша үкіметі кеттідегі революция болып, совет үкіметі орнады. Сол балапан басыман, тұрымтай тұсыман болып, одан кейін бір 32 жылдар деген келді, ашаршылық жылдар. Сол кезде мен 5 жаста едім. 5 жаста болсам да білем. Ал енді халықтың сондай күйзеліш сұрап, Кайырбос сөйерде өліп жатқан адамдарды көзім көрдім, өзім сол 5 жаста жүрсем де осы мынау Ақшылақта отырдық. Сонда бұл кісі қай жастағы болып, стрельчик болып істейтін темір жолда. Стрельчик деген болған путқа ауыстыратын. Содан әйтеуір сөйерде жүрді, кейін шоқпардан барып қайтты ғой. Бұл кісі содан шоқпардан кейін қайтып келгеннен кейін қайтадан Ақшылаққа келген уақытта өшірде бір жаңағы селпоның бастығы Жадыра деген бір кісі бар еді. Сол Жадыра деген кісі бұл кісіге ай, сенің өзің еті тірі бал едің. Сен енді мені стрельчикті қойдағы магазинші болды, осы ауылға келді. Осы ауылға келіп, магазинші болып дағы 1 жыл магазинші болғаннан кейін барып, ой, сен енді қой, бұл ауылды басқаратын жөнді адам жоқ екен, сен осы ауылға бастық бол деді. Райкомның адамдары. Содан кейін бұл кісі осы ауылға бастық болды, колхоздың бастығы болды, магазинді қойды дағы. Колхоздың бастығы болып жүре бастады енді. Ол уақытта не кетпеменен, күрекпенен жер аударады. Ат соқа деген енді бар, ат соқаманан да айдайды енді ол жетімсіз. Жаңа сатылары бар, жайшығары бар дегендер бар, сонымен әйтеуір жаңағы шөп тасиды, тұқым тасиды, әйтеуір сондай тіршілік жасайды халық. Ел аш, жалаң аш, 32 жылдың зардабынан зорға көтерілген уақытқа енді қазір, сол уақытта. Содан кейін ол жұмыс алға баса бастағаннан кейін сельсовет қойды бұл кісіні. Осы ауылға. Иә. Сөгеті ауылдық советі деп
осы ауылға сельсоветтің председателі колхоздың бастығын өзі дайындап, өзі алып тастайтын правасы бар еді. Мұғалімдерді бұл кісі дайындайтын. Сонымен бұл ауылды жұмысы алға жүре бастады бұл кісінің. Әбері ауданға белгілі болды, ауылға белгілі болды. Соның кейін жаңа жер баяғы Ақшабаев Намазбай деген менің нағашым бар еді. Бағана да айттым ғой. Ақшабаев Намазбай ол кісі революционер болған осы Жамбылда, ол уақытта мынау Шымкентке қарайтын Жамбыл районы еді ол уақытта. Сол Жамбылда райзоның бастығы болып алғаш осы күлді Жамбылды. Содан кейін теміржолға барып, теміржолдың жаңағы шанын сол Айнабұлаққа дейін. Соның кейін Жекжаты, менің нағашым болса бұл Жекжаты ғой енді. Содан не керек, кейін елден жаңағы енді ағайын адам көренмаушылық болды ма, қызғаныштық болды ма, бұл кісінің енді іштеме жоқ. Содан жаңағы жұмыс алға басқаннан кейін сонда біреулер арыз жазыпты дағы, ей қой, мынау буаз биелер бар еді. Буаз биені жаңағы соқаға қосып, құлын тастан кейін бұл енді жаңағы Ақшабаев Намазбайдың жаты халық жауының, ол кісіні халық жауы деп соттап кеткен жаңағы Сармолдаев, Қабылбек Сармолдаевтар мұнан бәрі бірге жүрген кісілер ғой енді олар. Ол жаңағы Ақшабаевтың жекжаты сондықтан мінекей осындай халыққа зиян келтірді. Биені айдатып, құлын тастатып, осындай деген жаңағы жала жақтағы. Содан кейін жаңағы тексерусіз, айтусыз келдегі 38 жылы июнь айы құдай біледі. Июнь айының сол орта шенінде ме екен, 20-сының іші ме, 25-і ме екен Сошамада бұл кісіні алып та кетті. Біз енді ол уақытта мен 11 жаста едім, 38 жылы. Сол бұл кісіні алып кетті, не дейсің, ойбай, ол жерде халық жауы деген атақ алыпты, сонымен тексерусіз, сұраусыз алды. Бардықтағы содан соттапты, қаншаға соттағанды білмейміз, ешкімді қатыстырмай қойды. Сол сотталғаннан сотталып, жаңағы міне еді Молтовский облысы деген болған. Ол білесіздер. Сол Молтовский облысына барып тойырды, орманда жаңа ағаш кесіп, түрмеде жүргеннен кейін. Одан кейін Воркутаға облысы жер асты шағын. 56 жылы май айында мекен бір қазақ Алматыдан бір милициялы полковник пе, подполковник пе бір келіп, осы Қайыңдыда жаңның ақтағарасын тексерден сұрады. Содан кейін баяғы көзі көрген адамдар айтты, бұл кісінікі тек халыққа жақсылығы болмаса, тек бірде-бір жаманшылығын көрі жоқ. Бірақ оның бәрі жала. Сонда жаламан кетті, оның не екенін де түсінбейді. Сондықтан ешқайсымыз ештеме айта алмадық, деді халық. Сонымен жаңа ақталды, сол жаңағы барлығы жазылды, протокол жазып, содан Воркутаға жіберіпті, содан не керек? Сол 56 жылы декабрьдің қаншасы екенін білмеймін, декабрьдің аяғына таман бұл кісі келді. Міне енді содан бері Құдайға енді көрген қиыншылығы көп. 32 жылдардағы жаңағыдай, кейін жаңағы әйтеуір біраз бастық болды, жаңағы айтып отырмын ғой. Магазинші болды, оның председатель болды, председатель сельсовет болды, Сөгет ауылына. Сол енді жақсы істеп жатқанда жаңағыдай болды да кетті. Содан әйтеуір 19 жыл дегенде келді бүгін. 19 жыл дегенде келді, әйтеуір хат жоқ, хабар жоқ еді. Енді содан бері мені Құдайға шүкір жаңағы 2 қыз баласы бар, одан жаңағы немерелер бар, шөбер, бұрынғы бір әйелінен бір қыз бар еді, одан бір шөбересі бар, 2 шөбері. Жаман емес. Енді бүгінде мынау енді Совет өкіметі ыдырап, Қазақстан өзінше мемлекет болып, егемендік алып, өзімше. Мінекей енді Құдайға шүкір, бұл кісіден туған бала, о да жаман емес. Ең кенже баласы осы ұжымға бастық болды. Болғалы бері Құдайға шүкір авторитеті де жаман емес. Лөгөбай бойынша бұның енді атағы шығып тұр. Еккен егіні, істеген шаруаның барлығы жақсы, малы да бар. Шығарсыздар жаңа аралап. Ал енді техника деген бар, қамба, гараж, ұстахана барлығы бар. Қазір комбайн, трактор бәрі жетеді. Қысқару жағы жақсы. Халық мінекей бұған риза балаға, бұл кісінің баласына. Енді әлгі бұл кісі болса мінекей енді 90-ның екеуіне келдіңіз ау деймін. 96-ға келдіңіз бе? Енді бұл кісі болса картейіп отыр. Енді баласы мінекей Құдайға шүкір жаман емес.
Айтатынымыз ақ, осы мынау бұл кісінің репрессияның осы 31 күні ме екен мейрамы? 31 күні осы Назарбаевтың қаулысы бойынша осы репрессияның мейрамы ғой енді. Иә, қуғын сүргіндердің. Енді қуғын сүргіннің мына мейрамына Назарбаевқа рахмет. Міне осыны еске алып, халықтың жаңағы осындай қиыншылық көрген адамдардың көңілін көтеріп, оның істеген еңбегін паш етіп халыққа, оны еске алып, осының барлығына жаңағы жол көрсетіп отырған Назарбаевымызға рахмет. Ол кісінің енді бақыты өсе берсін. Ал енді мынау ендігі менің айтатыным ақтай өткен қиыншылықты көп көрген, еңбегі сіңген осы секілді кәриелердің атын қалдыруға қазіргі замандарда мүмкіндік болатын шығар деп ойлаймын. Енді солай болса осы Сөгет ауылының атын, я болмаса бір көшесін Шоңғайдың атынан қойса деген ұсынысым бар. Ал енді оны халық білер, халықтың алдында да айтармыз. Осы секілді көптеген өмірге түсінігі бар, бұрын еңбегі сіңген деп отырмын ғой енді. Енді солай, не дейміз енді одан басқа? Бұл кісінің еңбегі көп. Енді жаңа балаларды жаңа айтып отырмын ғой, кіші баласы осы ауылдың ұжымның бастығы жаман емес, еңбегі жемісті, халыққа сыйлы, халықтың тұрмысы жақсы. Айтып отырмын, егін шаруашылығы да жақсы, мал шаруашылығы да бар, басқа жерде ештеме болмаған уақыт. Жақсы. Жақсы енді осылай шырағым. Иә. Енді мейрамыңыз құтты болсын көке, соныманан. Иә. Иә. Ал жақсы. Құдай осы жат. Ауылдың ақсақалы болдыңыз ба? Жаспын деп жүрсіз. Ақсақал болған отырмыз да. 43 жылда екен. Жақсы. Біз ол канал жағын барып түсіріп келдік. Еңіс жағын түсірдік. Бұл кісіге Білмеймін енді. Мен просто айтқаным ғой, ауылдың ақсақалы. болды ғой, енді жасайды. Yok, bismillah. Sizге беретін шайларыңыз болса, біз кейін көшіріп бер дейді ғой соны. Мен жаңа шаңнан мен кішкене шайды басам. Шайын. Bayağı. Ya, şimdi sen. Geçik. Just koyayım ortaya. Ne atar? Ne vereyim ben? Hop. Al. Al. Oh, bismillah. Al. Yapışmadı.
Ya pişmeyecek. Anne kağa. Anarcan kel. Anne götündürü. Nurslu. Kel arıcan. Kaç anne kadar? Mama kadar? Hayatta nürslu. Nürslu ne diyorsun? Satı olsa nereye? Soğan kalas. Anne. Arıcan vay Arıcan edin. Keyin aytib jibara. Ha, ko'kga qara. Ha? Hello. Çağırsın sana kim dedi? Dağıtıp Ellerim parlasın. Ellerim ellerim parlasın. Ellerim Aytib qara. Oy. Sürüp bo'lgancha mаған beradi. Anda Ha, hasta olib bo'lsa siyib bersin. siyib qo'yadi oldin. Ya kimdir kesinde de. Mana qizda aytadi. Şurada Usta, ana o yoqda qarang. Ana o yoqda. Aşamazda verirse mi? Ata. Yok ana kızdan olsa şu kişini aldım. Mana ata. Tamam ötüreksin. O Bas tiyib ketsin. Stolga tiyib ketsin. Aa şey. Ha. Tamam. Ata şaşkın. Hangisi istemedin? Söylüyorsunuz. Niye söylüyor ki söylüyor? Yani ne yapıyorsun? Niye söylemiyorsun? Hangime ayıp olur dedi. Senin Anacığım. ilk Biraz söyle götürürüm. айтпайсың. Söyle. Ha, söyle bir demin aytıp oturalım. Görmeyi şaşırmaz mı? Ne koyuyorsun için basmayın. Onu seçeyim bildim. Erten gün ana... Ersire gençke o. Söyle günce götüremem. Bir demin aytıp berse yerden eskertip sokasında. Ha? Bir demin aytsa yerden eskertip sokasında. Açacağız, eshitmeydir o benim. Birdenki aytpaysınba deydi. Biz bir demin Aydan. Ертең тыңдап отырамыз ғой кассета қойып. Erten günü ana televizorga qosib qo'yib tingdab o'tiramiz. Adam anov aytib edi, bunov aytib edi deb. Tam tirs olsak taq deydi. Sadece bunlar olsun etmişsin. Körgün жақсылығымыз мерекеге басыңдар ғой алда келе жатқан. Ол енді онымыз үлкейе берсін мейрам празднигіміз. Оларға басшылық беріп, рұқсат беріп отырған халқымызға Назарбаев ұзақ өмір сүрсін. Ол енді үкіметіміз адамымызға келешегіміз одан да бетер жақсы уақыт өмірге бірге болалық. Енді біздің артық мен ештеңе не айтайын айта алмаймын. Балалар сөйлесін жүрегіне берген. Dürüst dürüst. Мынау ма? Madem sen bir demin açalım. Osman'ın o yen oy. Yani kelettiğimiz bär jinalı bit. Keletti bär. ana günü qanday kutdi bari jinob. Bari siz Рука. Mayer çay içti. Oturanır. Pişin geldi.
Yatqa meyramı құтты болсын. Айтқан, Мынау жаңағы репрессия мейрамы. айтқаны десін екен. Жасың естіп жүре бер халық қылды еді. Тағы да бір 5-6 жыл. Жүзге кел. Құдай қаласа, Құдай өнер берсе. Денсаулықтың арқасында. Иә. Құдай өнер берсе, өзіңе жақсы ой тек. Әрине бір күн болсын. Осы. Әкеміздің жағдайы қандай екен деп. Енді орны бөлек қой. Халтайып отырса болды. Алсам түскен біздің мейрамы. Не дейік әйтеуір. Бұл заңды шығарып қойған жалды ғой осындай. Әй, Әйтеуір елеп ескеріп. бұл әке дегеннің қадірін білмейсіздер балдар сіздер. Әке дегенің мінекей жаңа мынау суретке бас журналистер солардың бірсіпірі дақылдарын суретке түсіріп кетті. Соған да қуанмайды. Баланың істегені көзі көрініп, әлі оның әлгі несі салған арнасы, еккен жылдары, мына қонақжайлардың бәрін сүріппейді. Олай алып кетейін, балаларға өмір берсін. Балалардың істеген жұмысының сондай көзге көрініп, көрнекті болып, еғаны жақсы болады. Енді балалардың бәрін басқан, бәрі облыс бойынша көреді ғой енді соны. Көреді ғой күтіп olmuş. Құдай қаласа, Құдай балаларға Ақпараттан береді ше. Шал деген әкелеген соны көріп те қуанып отырды. істеген жұмыстарын. Көресіз ғой, қайын көрсететін айтып айтатын жүресіздер. Осың ата, осың бәрі сенің арқан ғой сол. Енді менің арқам болсын, менің арқам. Сөнген ғой осы үсіп, түсіп, тұрып, әйтпесе түсірмедік, түспеспедік, оны бір алла біледі. Бір алла біледі. Енді қалай айналып кетейін өсті. Балаларға таныс салып келтіріп жүрген соң жерден қалады. Бұларға да өмір берсін, бұларға да денсаулық берсін. Жаман болмасын, қатарына алды ол. істеген жұмыстары бағалы болып, көзге көр болып, жауа берсін. Гүлнұр Халид жоқ қой? Отырмын ғой ата. Енді бір ата бір 7 жыл тағы бір енді шыдай енді бір 100-ге келтір. Ой бір 100-ге келгенде бір арнайы шақыртамыз, бір той жасаймыз деген. Әкемізге арнайы. Алла біледі екен ол. Ол жасады демен жасады. Ол Алланың өмірі, Алланың істері. Ау, Енді мына мейрамың құтты болсын ата. айтқаның келсін. Өмірің кішкене өмір сүр әлі. Бала шаға немерелерің алдында күліп ойнап, өйстіп жыл сайын осы тойын тойлай берейік бәріміз жиналып. Құдай қаласа. Не деймін, жақсы ауырма, осы немерелерін құшақтап сүйіп, қызығына таймай отыра берсең. Бар жақсылық тілейміз. Жақсы бол. Бәріміз жақсы. Аман бол. Мол тұзық. Адамгершілік. Ұлғая берсін. Кішкентай немереңізді түсіріп. Айналайын немересінен. Енді бұның бәрі мынау Қазақстан өзінше мынау өз алдына отау тігіп ел болғаннан кейін шығып отыр ғой міне. Содан кейін барып мынау қуғын сүргіндер ұшырағандардың саяси баға берді. Оларды нақақтан күйгені туралы. Енді бұлар енді қазіргі ешқандай сол кезде заманында қайта мынау ол кезде осындай жаңадан құрылып жатқан кезде соларды белсене атсалысқан кішкене алдыңғы қаймақтары ғой енді жаңа алға ұстаған адамдар соларды берген 18 жыл түрмеде Воркута түрмелерінде болған. Аян соңына енді тәуелсіздік алып өзімізше ел болғаннан кетіп болғаннан кейін бұл кісілерді осы кісілер сияқтылар сан мыңдаған адамдарды жаңағы ешқандай жаза несі жоқ, жаңағы кінәсі жоқ екенін мойындап, енді соларға арнап бір күнді даталы мейрам қылып, жаңағы бәрін жаңағы ел енді
осының барлығы тәуелсіздігіміздің мемлекетіміз болған арқасында шығар деп ойлаймын. Сол мейрам барлық жерде әр отбасыда осындай қуғыншылықтың сұрағандары бола берсін. Барлықтары құтты болсын. Мына 10 жылдың болса бәрімізге бұдан да нығая түсейік. Жақсылық болсын әр отбасыда. Мына енді осы үйде үлкен отбасы болып салынады. Бұдан да үлкен бола берсін, кішкентайда өсе берсін. Bir кездерде біздің әкеміз негізі содан тараған 4 бала бар. Оның немерелері бар. Үлкен бір отбасы бола берейік. Жақсылық болсын. Отыр. Бұл жерде енді мынау сәл-сәл кеме мұнда білгенде бәрі жиналатын еді үлкен енді. Жиналып өткенде немерелері бар. Бәрі көп жиналып. Келді ғой бұл. Сөйлемін деген не айтпайсың ба? Несі бар сөйлеген? Bir ауыз сөз сөйлей алмасың? Қандай құттықта? Құтты болсын мейраммен. Жанымыз арамызда шаққылап жүре бер. Неге жиі келіп тұр Қыдыр. Айтқаның кесінесі. Жақсылық болсын енді. Allah'ın önünü söyleyeyim, kim ömür süremez. Ballarının ağzı çıkın olsun. Жүре беріңіз жаным. O yüzden ağam değil. Ülkün canalım. Nursunu söylesin. Yeni balla şakamlar. Sen orada bağlatınız. Özüm қолда келin. Bir екі ауыз өзің айтамын. Етеміз осы бізге бәріміздің атаның жасын берсін. Ядан дейсің? Шекті шет. Үлкенге тұлға, кішіге үлгі боларлық адам. Осы бәріміз атадан өсіп өніп отырмыз, осы кісінің шаңырағында. Не дейміз, барлықтарына денсаулық тілеймін, бақытты болсын. Сол атаның жолын беріп жүре берейік. Ой, рахмет. Естің бе? Ne? Аттың ба деймеш? Çok. Жақсы тілектер айтып отыр ғой ата. Kendilerine Ya. ne айтқаның кесін. Biraz ol жатыр. Жоқ, баса емес, сөйлей беріңіздер. Ол жазып болады, сөйлей беріңіз. Бір әңгімені айтсаңыз, қарап отырмын. Geleceklerin aldarının çünkü yaxşı. Осы әңгіменді осы екеуміз қоздық. Иә. Менің қара аттың төбеліндей екеуміз қалдық енді. Осы ауылдан өзі соғысқа қанша адам кетті? Ой, бұрдай кетті. Ha? Бұрдай кетті. Менің билегенімде осы біздің ауылдан біреу, екеу, үшеу, 4 адам кетті ғой. 6 ма, 47 ме адам кеткен. Kaç oramadı. Mene, orada. Anne kalan. Mına yaktan geleyim.